Дәріс 13. Оқу үрдісін басқару, оқу үрдісін жоспарлау, жоспарлаудың түрлері. Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша жоспарлаудың ерекшеліктері. Сабақ оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде. Шетел тілінде оқушылардың сыныптан тыс жұмысы. Тақырыптың негізгі сұрақтары: шет тілдік білім беру үрдісін жоспарлаудың түрлері, оқытудың кредиттік жүйесі бойынша жоспарлаудың ерекшеліктері, сабақ оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде. Заман ағымына ілесіп, жаңашыл бағытта жұмыс жүргізу басшы ұстаз алдында тұрған негізгі мақсат. Жас ұрпаққа сапалы да саналы білім беру, заман талабына сай оқыту үшін сабақта жаңа әдістерді қолданып, алған білімдерін қажеттілікке жарата білетін өзіндік пікірі бар жас ұрпақты тәрбиелеу қазіргі мұғалімнің негізгі міндеті. Сабақ педагогикалық туынды, мұғалімнің жұмысының көзге көрінетін негізгі бір бөлігі. Әрбір сабақ біртұтас педагогикалық үдерісті жүзеге асыруға бағытталады. Оқыту, дамыту, тәрбиелеу. Оқу жоспары оқу орындарында пәндердің құрамын, оқу жылы бойынша өту тәртібі мен бірізділігін, әр оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын бейнелейтін құжат. Оқу жоспары оқу орнының мақсат міндетіне сай жасалады. Оқу жоспарында көрсетілген білім бағыты мен сипаты оқу бағдарламалары мен оқулықтарда айқындалады. Оқу жоспары оқу жылының 90-дардың демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір оқу жылы бойынша оқу тәртібін және ретін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат. Типтік оқу жоспары білім және ғылым министрлігінде жасалып, барлық орта мектепке ортақ болып бекітіледі. Оқу жоспары мектептердің түрлеріне орай да жасалынады. Шағын комплектілі 8 жылдық ұлттық мектептерде жоспар өзінше құрылады. Оқу жоспары 3-ке бөлінеді. Тақырыптық күнтізбелік жоспар, жылдық жоспар, сабақ жоспары. Жоспар жасау дегеніміз оқыту мен тәрбие жұмысын жақсарту бағытында көптеген шараларды белгілеу. Дәлелденген нақты жоспар әрбір басқару циклінің дайындық кезеңі, сондықтан оған мектеп басқару ісінің ғылыми жолмен келе жатқандығын көрсетеді. Жоспар қысқа, нақты және айқын болу керек. Нысаны бойынша жоспар мәтіндік, графикалық және аралас болып бөлінеді. Тақырыптық күнтізбелік жоспарда әр сынып бойынша тұтас оқу жылында қамтылатын тақырыптар мен оларға бөлінген сағат саны белгіленеді. Бұл жоспар оқу бағдарламасы негізінде қалалық білім беру бөлімінде жасалып, барлық мектепке таратылады. Күнтізбелік жоспарда барлық жалпы мектептік шаралар 90 ай, апта, жеке күндер бойынша орналастырылады. Ұсынылып отырған кесте тақырыптық күнтізбелік жоспардың үлгісі. Сабақ жоспары жасалатын мақсаты мерзіміне қарай 3-ке бөлінеді. Қысқа мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар, ұзақ мерзімді жоспар. Мақсатымызға жету үшін іс-әрекетімізді дұрыс жоспарлау керек. Ұзақ мерзімді жоспар білім беру деңгейі бойынша барлық сыныптардағы пән тарауларын белгілеп, олардың жалпы ережелерін анықтайды. Ұзақ мерзімді жоспар оқу бағдарламасының элементі ретінде оқу жылына арналған тақырыптар мен бөлімдерді анықтайды. Ұзақ мерзімді жоспар белгілі бір бөлімшенің тақырыптың аясына қажетті оқу мақсатын қамтиды. Орта мерзімді жоспар ұзақ мерзімді жоспармен анықталған бағдарларды нақтылайды және ең қысқа мерзімді аралығында жүзеге асырылады. Орта мерзімді жоспарларда белгіленген кезеңге арналған негізгі міндеттерді тұжырымдайды. Онда әрбір 90-ға немесе бөлімге арналған оқу тақырыптары көрсетіледі. Қысқа мерзімді жоспар мұғалімнің күнделікті оқытатын сабақтарының сызбасы. Сабақ жоспары көлеміне қарай 2-ге бөлінеді. Жай жоспар мұны тәжірибелі мұғалімдер жасайды. Дегенмен қажет болған жағдайда тәжірибелі мұғалімдер де күрделі жоспарды жасайды. Күрделі жоспар көбінесе жас мамандарға міндеттеледі. Күнделікті сабақ жоспары өтілетін сабақтың түріне қарай тағы 2-ге бөлінеді. Дәстүрлі сабақ жоспары, дәстүрлі емес сабақ жоспары. Дәстүрлі сабақ жиі қолданылатын сабақ түрі. Дәстүрлі сабақ қалыптасқан оқу материалының дәлме-дәл кескіні,
Дәстүрлі оқыту үрдісінде оқытушы оқушыларын толық қамти отырып оқытады. Дәстүрлі оқытуда оқытушы мен оқулық маңызды қызмет атқарады. Олар оқушыларды білімге жетелейді. Дәстүрлі педагогикалық әдістерге бақылау, әңгіме, тәжірибе, сауалнама, тест жүргізу тағы басқа жатады. Дәстүрлі сабақта оқытушы білімді жеткізуші. Дәстүрлі сабақтың түрлері: жаңа оқу материалын оқу сабағы, дағдыны қалыптастыру, қайталау сабағы, бекіту, қорытынды сабақ, практикалық сабақ, білімді тексеру сабағы. Дәстүрлі емес сабақтар қалыптан тыс, күнделікті сабақтан өзгеше сабақтың жаңартылған түрлері. Дәстүрлі емес сабақтарды өтілу нұсқасы мен мақсат міндеттеріне қарай 3 топқа бөлуге болады: ой қорыту сабағы, ойын сабақтары, жарыс сабақтары. Орта мерзімді жоспарлау немесе тізбектелген сабақтап топтамасын жоспарлаудың мақсаты: жұмыс кезеңдерінің дәйекті тізбектеліп ұйымдастырылуы, оқыту тәжірибесінің 7 модулі ықпалдастыру, әрбір сабақ үшін оқу мақсаттарын белгілеу, оқу нәтижелерін өлшеу, әдістемесін анықтау, осы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында жоспарланған оқыту мен оқу жаттығуларын көрсету, оқудың әрбір кезеңін басынан бастап соңына дейін алға ілгерілеудің болуын қамтамасыз ету, барлық оқушыларды қамтуға бағытталған стратегиялық жоспарлау. Оқу мақсаты мен оның нәтижелері. Оқу мақсаты мұғалім оқушыларға үйреткісі келетін нәрселер. Осыған байланысты оқу мақсаттарын қалыптастыру шаралары төмендегілерді білуге бағытталған. Сіздің ойыңызша оқушылардың нені білуге тиіс? Оқушылар қандай түйінді идеяларды түсінулері керек? Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп талдаулары керек? Оқу нәтижелері мұғалім сабақта қойған мақсаттарына қол жеткізе алды ма, жоқ па екенін білуге мүмкіндік береді. Оқу нәтижелері оқушыға бағытталуы тиіс, белгілі бір дағдыны сипаттайтын етістік болуы керек. Оқушының оқу үлгеріміне тұрғысынан жазылуы керек. Сабақтың орта мерзімді жоспары құрылып алғаннан кейін бізге әр сабақтың мақсаттары, жұмыстың белсенді формалары, оқушы әрекетін бағалау, күтілетін нәтижені қалай анықтаймыз, бәрі белгілі болады. Сабақтың қысқа мерзімді жоспарын орта мерзімді жоспарын басшылыққа ала отырып құрамыз. Ұсынып отырған қысқа мерзімді жоспар үлгісінде бағдарламаның 7 модулі қамтылған 2 кестеден тұрады. Бірінші кестеде сабақтың тақырыбы, мақсаты, сілтемелер, оқу нәтижесі, негізгі идеялар, қолданылатын материалдар, оқыту формасы, технология, әдістері көрсетіліп жазылады. Екінші бөлімі сабақтың кезеңдерін Блум таксономиясына сала отырып мұғалім мен оқушының іс-әрекеттері көрсетіледі. Блум таксономиясының білімді игеруге бағытталған 6 қадамын қолдану сабақ кезеңдерін жоспарлауда өте тиімді. Мұғалім алдымен дайындық жұмыстарын жасайды. Оқу бағдарламасындағы тізбектелген сұрақтар топтамасындағы осы сабақтың орнын белгілейді. Оқу мақсаттарына байланысты сабақтың тақырыбын, мақсаттарын анықтайды. Тақырыпқа қатысты негізгі ұғымдар мен түсініктерді зерделейді. Өткен және келесі сабақтарға шолу жасап, осы тақырыппен байланысын ескеру арқылы бүгінгі сабаққа қатысты ойларды толықтырып, жинақтайды. Келесі кезекте сабақтың кеңейтілген жоспарын жазып, әдістемелік жобасын құрады. Сабақты жоспарлау үрдісі әрбір педагогке белгілі келесі қадамдардан тұрады. Сабақ мақсатын, міндеттерін анықтау, бағалау өлшемдерін анықтау, оқу материалының мазмұнын саралау, оқыту әдістері мен тәсілдерін таңдау, оқушылардың сабақта жұмыс істеу түрін, оқыту үлгілерін анықтау, бағалауға арналған тапсырмаларды дайындау, үйге берілетін тапсырмаларды таңдау, бағалау түрлерін белгілеу, сабақты қорытындылаудағы қажетті сұрақтарды дайындау және тағы басқа. Сабақтың мазмұнды кезеңдеріне түсініктеме, уәж туындату. Сабақтың бастапқы кезеңі оқушылардың зейінін сабаққа шоғырландыру, қызықтыру және сабақта үйренетін білімнің қажетті және пайдалы болатынын көрсету. Оқушылардың ішкі уәжі олардың оқу материалын жақсы игеруіне тікелей әсер етеді. Бұл кезеңде оқу мақсатын оқушылардың түсінуіне жағдай жасалады. Бекіту, қызығушылық және материалды меңгерудің тиімділігін көтерумен қатар оқушылардың санасына пән бойынша оның білімінің бірізді логикалық құрылымның қалыптасуына мүмкіндік беретін маңызды кезең. Жаңа материалды игеру, оқушылар жаңа білім алатын негізгі кезең. Бұл кезеңде мұғалім оқушылардың қажетті білік дағдыларын игеру қамтамасыз ететін жаттығулар мен тапсырмалар дайындау керек.
Бағалау сабақтың маңызды ынталандырушы бөлімі. Бағалау икемді, көрнекті және әділ болуы керек. Осындай жағдайда ғана бағалау арқылы оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыруға болады. Бағалаудың дұрыс болмауы оқушының пәнге қызығушылығын жойып, оқуға ынтасының төмендеуіне әсер әкелуі мүмкін. Бағалау кезеңі тексеруге емес, оқушылардың ынталандыруға бағытталғаны маңызды. Дебрифинг, сабақты қорыту, кері байланыс алу, сабақтың соңғы кезеңі. Мұнда мұғалім оқушыларға сабақта не ұнаған, не ұнамаған сұрайды. Сабақ бойынша оқушылардың ұсыныстарын жинайды және сабақты қорытып, игерген білімді оқушылардың әрі қарай өз бетінше тереңдетуіне бағыттайды. Сәтті сабаққа қойылатын талаптар: жеке сабақтың тізбектелген сабақтар топтамасындағы маңызы мен орны белгіленуі, оқу мақсаттарының және оған жету қадамдарының нақты анықталуы, оқу бағдарламасының талаптары мен сабақтың мақсатына сәйкес мазмұнды сабақтың болуы, сабақтың жекелеген кезеңдерінде және сондай-ақ бүкіл сабақ бойында оқушылардың меңгерген білік дағдылары мен білім деңгейлерінің жоспарлануы, оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастырып дамытуға негізделген оқу құралдары мен әдіс-тәсілдердің тиімді түрлерін таңдау, сабақта оқушының жеке жұмысы мен бірлескен оқу үлгілерінің тиімді қолданылуы, оқушының өз бетінше білімді игеруіне барлық мүмкіндіктің қарастырылуы, әрбір оқушының мүмкіндіктері мен қажеттілігінің ескерілуі, сабақ дидактикалық қағидаттарының жүзеге асуы, сабақта оқушы үшін табысты оқу ортасының қалыптастырылуы, сабақта жедел кері байланыстың жүзеге асуы, сабақта жоғарғы қарқын және белсенді үдерістің болуы, көтеріңкі эмоциялық көңіл-күйдің болуы, сабақта қауіпсіз ортаның, жағымды психологиялық ахуалдың орнатылуы. Сәтті сабақты жоспарлауда басшылыққа алатын қағидаттар: табыстылыққа ұмтылу. Оқу мен оқытудың негізгі мақсаты оқушыларды оқыту және тәрбиелеу, алдын ала болжауға да мүмкіндік болмайтын көптеген жағдайларға тәуелді күрделі үдеріс. Оқудың табыстылығы пәннің ерекшелігіне сәйкес тиімді әдістерді таңдай білетін мұғалімнің шеберлігіне байланысты болатыны анық. Сонымен қатар мұғалімнің мәдениеті мен оқушыларға деген сүйіспеншілігінің де маңызы зор. Егер оқушы сабақтан жаңа нәрсені үйреніп, өзіне көңілі толып шықса, сабақтың жақсы өткені, мұғалімнің еңбегі табысты болғаны. Ал егер оқушы сабақтан ештеңе үйренбей, немқұрайлы көңіл-күймен шықса, сабақтың сәтсіз болғаны. Демек, мұғалімнің ойлануы керек деген сөз. Дегенмен, сабақтың табысты болуы тек мұғалімге ғана қатысты нәрсе емес, оқушының ынта-жігері мен өзінің білім алуына деген жауапкершілігіне де байланысты. Сабақта әрбір оқушының өзіндік маңызын және өзінің қаншалықты табысты болғанын сезіне білуі қажет. Бұл үшін мұғалім дайын, шаттанды білім беруден арылып, оқушының жаңа білімді өздігінен игеруіне бағыттауы керек. Сәтті сабақты қамтамасыз ететін қағидаттар: еркіндік қағидаты, әрбір оқушының өзін таныта білу мүмкіндігін шектемеу. Серіктестік қағидаты, оқу үдерісінде мұғалім мен оқушының бір-бірімен түсініп, бірігіп әрекет жасауы, бірін-бірі қолдауы. Сенімділік қағидаты, оқушының табысқа жетуіне деген өзіне сенімділігі, мұғалімнің сабақта оқушылардың жоғарғы жетістікке қол жеткізе алатынын сенім артуы. Толеранттық қағидат, оқушы жеке ерекшеліктерін ескеріп, оның өзіндік дамуына қолайлы орта жасау. Шыдамдылық қағидаты, қолайсыз жағдайларды шиеленістірмей, ашуға бой бермей, эмоциялық сабырлық жасау. Ричард Дарант өзін үздік сабақтың 6 белгісі мақаласында табысты сабақты сипаттайтын келесі белгілерді анықтайды. Сабақтың жақсы жоспарлануы, оқу мақсаттарының нақты белгіленуі, оқытудың мазмұнды, жаңалыққа толы және мақсатқа бағытталуы, оқушыларға сабақтың ұнауы және олардың өздерінің білім алуына қызығуы, оқушылардың табыс критерийлеріне қол жеткізуі, оқыту үшін бағалауды тиімді қолдануы, сабақта жоғары деңгейлік ашық сабақтарды қолдану. Сабақтың тиімділігі және табыстылығын қамтамасыз ету мұғалімнің айтарлықтай күш-жігерін жұмсауын қажет етеді. Дегенмен, сабақтың тиімділігін арттыру әрбір педагогтың қолынан келетіні анық. Осы салада зерттеушілер тиімді сабақты ұйымдастыруда кездесетін келесі проблемаларды анықтаған. Сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдердің бірсарандылығы, сабақта уақытты тиімді қолданбау, проблемалық оқыту элементтерін сирек қолдану, сабақта технологияны тиімді қолданбау, барлық оқушылардың танымдық әрекетке таратылуын қамтымау, сабақтың және тапсырмалардың логикалық құрылымына мән бермеу,
сабақта көрнекі құралдардың жеткіліксіздігі, теориялық материалдың қажеттігін бағалай алмау, жаттығулар мен тапсырмаларды немқұрайлы таңдау, оқушыларды жеке орындауға арналған тапсырмалармен толық қамтымау, оқушыларды шектен тыс көп тапсырмалармен жалықтыру. Сабақтарды жоспарлау барысында ескерілуі тиіс бірқатар мәселелер. Сабағымның мақсаты қандай? Сабақтың әрбір бөлімі оқушының мақсатқа жетуіне жетелей ме? Оқушылар іс жүзінде не істейді? Мен оқушыларға олардың не істейтінін және олар қандай нәтижеге қол жеткізуі керектігін қалай түсіндіремін? Оқушылардың білімді игергенін қалай білемін? Егер мен өзім осы сабақта оқушы болсам, осының бәрін қалай қабылдар едім? Оқушыға көмек көрсетіле ме? Қосымша материал ала ма? Жоспар қаншалықты икемді? Оқушының көп түсіндіруді қажет ететін қызықты сұрағы, дыбыс, бейне құралдарды пайдаланудағы қиындықтар, әлде біреудің сырттан рұқсатсыз кіріп келуі сияқты күтпеген оқиғалар туындаса, оларды қалай шешемін? Оқушылар ұсынатын кері байланысқа қатысты оны қалай жіктеп жазамын және талқылаймын деген сұрақтар қамтылуы қажет. Сабақ жоспарының үлгісі сіздерге ұсынылып отыр. Осы жоспар бойынша өз сабақ жоспарларыңызды өздеріңіз таңдаған тақырыпқа жасау керексіздер.